Бір кездері сен басқа біреудің өміріне қарап, оның орнында болсам, бәрі әлдеқайда жақсы болар еді деп ойлап көрдің бе? Егер жауабың иә болса, онда бұл оқиғаны соңына дейін тыңда. Өйткені бір адам дәл солай ойлаған еді. Бірақ оның басынан өткен жағдай сенің ойыңа да келмейді. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Бір ауылда Ғаным деген адам өмір сүріпті. Ол көшенің ең шетінде орналасқан, қабырғалары жарылған, жаңбыр жауса төбесінен су ағатын кішкентай үйде тұратын. Бірақ мәселе оның үйінде де, кедейлігінде де емес еді. Оның шын мәселесі көзінде болатын. Өйткені ол ешқашан еш нәрсеге жай қарап көрмеген. Әрдайым өз өмірін біреумен салыстыратын. Күн сайын таңертең үйінің алдында отырып, қарсы беттегі көршісі Сәлімнің үйіне қарайтын. Апақ қабырғалы үй, ауласындағы жайқалған інжір ағашы, табалдырықта отырған әйелі мен балалары. Олардың күлкісі Ғанымның құлағына ине болып қадалатын. Ішінен күнде: Сәлімнің менен қай жері артық? Бір ауылдан шықтық, жасымызда шамалас. Неге онда бар нәрсе менде жоқ? Деп ойлайтын. Шын мәнінде Сәлім аса бай адам емес еді. Оның тек шағын ғана жері болатын. Таң атқаннан түске дейін сол жерді өзі өңдеп, адал еңбегімен күн көретін. Кейін үйіне қайтып, өз қолымен еккен өнімді ризашылықпен жейтін. Ал Ғанымның да соған ұқсас жері бар еді. Бірақ ол күннің ыстығына да, топыраққа да, жұмысқа да үнемі наразы болатын. Тіпті егін бітік шықса да көңілі толмайтын. Себебі Сәлімнің өнімі көбірек сияқты көрінетін. Бір күні бәрін өзгерткен жағдай болды. Сәлім ағасынан өзен жағасындағы шағын бақты мұраға алды. Содан кейін ауыл адамдары базарда да, көшеде де үнемі Сәлім жайлы айта бастады. Сәлім көршілеріне бағынан жеміс таратыпты. Анасына жаңа бөлме салып беріпті. Қызым бір саудагердің ұлына ұзатқалы жатыр екен. Әр сөз Ғанымның жүрегіне балғадай тиетін. Ақыры ол түнде ұйықтай алмайтын, күндіз тәбеті болмайтын хәлге жетті. Бір түні ол мүлде ұйықтай алмады. Қараңғы көшеде жалғыз жүріп келе жатты. Айбұлттың артына жасырынған, тіпті оның ішіндегі күңкілді естігісі келмейтіндей еді. Сол сәтте жол шетінде жанып тұрған кішкентай отты көреді. От жанында ақ сақалды бір қария тасқа жайғасып отыр екен. Оның жанары тым сабырлы еді. Бейне бір бұл дүниеге емес, одан да терең нәрсеге қарап отырғандай. Қария басын көтерместен: Кел, отыр. Жүрегінде осынша дауыл жүрген адамға түнде жалғыз жүру жараспайды, деді. Ғаным таңғалып: Менің ішімдегіні қайдан білдіңіз? Деді. Қария жымиып: Қызғаныштың үні болады, балам. Ол иесінен бұрын жетеді, деді. Сосын Ғаным бәрін айтып берді. Сәлімді, оның үйін, бағын, балаларын, адамдардың мақтауын. Соңында ашығын айтты. Уа, қария, егер мен Сәлімнің орнында болсам, жер бетіндегі ең бақытты адам болар едім. Қария ұзақ үнсіз қалды да: Айтқаның рас па? Деді. Ғаным бірден: Иә, Алла куә. Егер маған Сәлімге берілген нығмет берілсе, менен артық шүкір ететін адам болмас еді, деді. Сонда қария оған тік қарап: Жақсы, маған 3 күн бер. Сонда мен сені көршіңмен толықтай ауыстырамын. Оның үйі сенің үйің, отбасысы сенің отбасың, жері сенің жерің болады, деді. Ғаным аң-таң болып: Сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Деді. Қария отқа қарап отырып: Мен өте сирек қалжыңдаймын. Бұл сол сирек сәттердің бірі емес, деді. Ал оның ақысы қандай? Ақысы оның өмірін өзің ойлағандай емес, шын мәнінде қандай болса, солай өмір сүресің. Ғаным бұл сөздің мағынасын түсінбеді. Бірақ қызғаныш адамды сұрақ қойдырмайды екен. Сол түні ол үйіне қанат біткендей қуанып қайтты. Көп айдан бері алғаш рет тыныш ұйықтады. Ал келесі күні таңертең оянғанда қолында бір бума қағаз тұрды. Ашып қараса, 3 түрлі қаладағы саудагерлерге жазылған қарыз қағаздары екен. Бұл Сәлімнің ешкім білмейтін қарыздары еді. Сол сәтте сырттан бір дауыс естілді. Уәде еткен ақшаң қайда, уа, Сәлім? Ғаным орнында қатып қалды. Әлгі адам оны Сәлім деп шақырып тұр еді. Сонда ғана ол адамдардың көзінде шынымен Сәлімге айналғанын түсінді. Дәлірек айтқанда, Сәлім көтеріп жүрген барлық жүкті өз мойнына алған еді. Есікті жауып, жерге отырып қағаздарды қарай бастады. Қаптаған қарыз.
Өзі бір тиынын да жұмсамаған, бірақ енді бәрі оның мойнында. Сол кезде Сәлімнің әйелі келіп, «Уа, Әбу Ахмад, дәрігер Суатты қарауға келді» деді. Ханым дірілдеген аяқпен ішкі бөлмеге кірді. Үлкен қыз төсекте өңі қуарып жатыр екен. Дәрігер. Бұл ұзақ енді қажет ететін ауру. Қымбат дәрілерді үлкен қаладан алдыру керек деді. Ханым үнсіз сыртқа шықты. Апақ әдемі үйдің ауласындағы баяғы өзі қызығып қарайтын інжір ағашының астына отырды. Бірақ сыртынан сондай жайлы көрінетін көлеңке енді ішінен ауыр сезілді. Жанға тыныштық бермеді. Бір кезде кішкентай бала жылап келді. Ағаларым мені ұрып жіберді деп оның киіміне жабысты. Артынша әйел келіп, базарға бару керек. Қарызды төлеу керек. Қауым жиналысы бар. Үйдегі ұн да таусылды деп айта бастады. Ханым ойланып қалды. Сыртынан әдемі көрінетін бұл өмірдің ішінде қандай ауырлық жатқанын енді ғана түсінді. Бағуды қажет ететін бақ. Жөндеуді керек ететін су арығы. Әрқайсының өз мұңы бар 5 бала. Ауру. Қарыз. Апта соңында келетін саудагер. Келесі күні ол Сәлім секілді егістікке шықты. Күн аптап еді. Жер қатты. Су алыс. Түске дейін тынымсыз жұмыс істеді. Қолы қанап, белі иіліп кетті. Үйге әрең оралды. Тамақты тәбетсіз ішіп отырғанда кенет бір ой келді. Терезеге барып көшенің арғы бетіне, өзінің бұрынғы үйіне қарады. Сол жерде бір адам есік алдында жайбарақат кофе ішіп отыр екен. Аспанға алаңсыз қарап қояды. Бұл Сәлім еді. Ол қазір ханымның бұрынғы үйінде тұрып жатқан. Бірақ жүзінде жеңілдік пен тыныштық бар болатын. Сол сәтте ханым бәрін түсінді. Сәлім бақытты болған үшін оның үйі әдемі емес еді. Немесе інжір ағашы болғандықтан емес. Ол риза болған үшін бақытты еді. Қарызын масқара емес аманат деп қабылдайтын. Қызы ауырса, Алла шипасын берсін дейтін. Неге дәл мен деп налымайтын. Шаршап егістіктен келсе, асын ішіп, шүкір айтып, тыныш ұйықтайтын. Өйткені оның жүрегінде қызғаныш жоқ еді. Үшінші күні ханым таң атпай әлгі қария отырған жерге келді. От әлі жанып тұр. Қария да орнынан қозғалмағандай. Ханымның даусы сынып шықты. Уа, қария. Мен өз өміріме қайтқым келеді. Қария сабырмен. Тез қайтқым келді ғой. Сен Сәлімнің өмірін қалаушы едің емес пе? Деді. Иә. Қаладым, бірақ оның ішінде мұнша ауырлық барын білмеппін. Не көрдің? Ханым баяу жауап берді. Мен көрмеген нәрселер көп екен. Сабырмен төлеп жүрген қарызын. Үнсіз көтеріп жүрген қайғысын. Күлкісінің артындағы шаршауын. Мен інжірдің жемісіне ғана қарадым. Бірақ оның тамыры жерді қанша жарып өскенін көрмеппін. Қария басын изеді. Енді түсіндің бе? Иә. Мен адамдардың бақытына емес, оның құнын білмегеніме қызығыппын. Әр нығметтің көрінбейтін көлеңкесі болады екен. Әр тыныштықтың артында ұйқысыз түндер жатады екен. Ханымның көзіне жас келді. Бірақ Сәлім осынша ауырлықпен қалайша бақытты болды. Қария жай ғана күліп. Өйткені ол өз жүгін ғана көтерді. Ал сен өз жүгіңе қоса, оның өмірінде арқалап жүрдің. Сондықтан ештеңе екпей жатып ақ шаршадың деді. Таң атағаным өз үйінде оянды. Баяғы ескі, қабырғасы жарылған кішкентай үйінде. Бірақ бұл жолы төбесіне қарап, бұрын сезбеген бір нәрсені сезінді. Жеңілдік. Тек өзіне тиесілі жүкті көтеріп тұрған адамның жеңілдігін. Орнынан тұрып, есікті ашты. Қарсы алдында Сәлім тұр екен. Қолында кафесі бар, жүзі күлімдеп тұр. Қайырлы таң, ханым. Қалайсың? Деді Сәлім. Ханым сәл үнсіз тұрып. Жақсымын. Бүгін шынымен жақсымын деді. Сол күннен бастап ханым бір ақиқатты түсінді. Бақыт ешқашан көршісінің үйінде болған емес. Ол үнемі өз есігінің ар жағында күтіп тұрған. Өйткені қызғаныш саған өзгенің нығметін қоспайды, тек өз тыныштығыңды азайтады. Бірақ ол сендегі бар нәрсенің берекесін ұрлайды. Оқиғаның соңына дейін бізбен бірге болған болсаң, пікірге өз ойыңды жазып кет және қай елден көріп отырғаныңды айт. Келесі әңгімеде кездескенше.